Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 2-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мен жазбаймын өлеңді ермек үшін өлеңінің идеясына сай қатарды белгілеңіз. Д нұсқасы: өлең арқылы үлгі-өнеге көрсету. Екінші тапсырма: сөзін оқы және ойла, тез үйреніп тез жойма. Жас уақытта көңіл қарамен берілген сөздер троптың қай түріне жатады? Б нұсқасы: метафора. Үшінші тапсырма: ғылым таппай мақтанба өлеңінде қандай мәселе көтерілді? С нұсқасы: тәлім-тәрбие мәселесі. 4. Естігенді есте сақтау жолдары Абайдың қай қара сөзінде айтылады? С нұсқасы: 31-ші қара сөзі. 5-ші тапсырма: Абайдың 7-ші қара сөзіндегі білсем екен демекке тән қатарды белгілеңіз. Д нұсқасы: айналаны қызықтау. 6-ші тапсырма: Абайдың 5 асыл ісіне сіз тағы не қосар едіңіз? Ойыңызды 5-6 сөйлеммен дәлелдеп жазыңыз. Абайдың 5 асыл ісіне адам бойындағы барлық жақсы қасиеттерді қосуға болады. Мен Абайдың 5 асыл ісіне тағы сабырлық, адалдық қасиеттерін қосар едім. Бұл екі қасиетте адам бойындағы ең ізгі, ең жақсы қасиеттердің бірі. Адам өз отанына, достарына адал болуы керек. Сабырлық қасиеті адамға қандай да бір істі бастағанда, ашуланғанда, қиын сәттерде өте керек. Сабырлық қасиеті адамды жамандықтан сақтап, жақсылыққа бастайтын асыл қасиет. 7-ші тапсырма: 31-ші қара сөзінде айтылған ой кеселді нәрселерден қашық болу дегенді қалай түсінесіз? Мен Абай атамыздың айтқан ой кеселді нәрселерден қашық болу дегенін жаман ойлардан, жағымсыз іс-әрекеттерден, жаман қасиеттерден аулақ болу керек деп түсінемін. 8-ші тапсырма: Абайдың болмасаңда ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз деген ойына өз көзқарасыңызды жазыңыз. Абайдың бұл болмасаңда ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз деген ойының мағынасы терең әрі өте дұрыс. Ғалым болмасаңда ғалым бола алмаймын, оны білмеймін демей, соған қарай талпынып еңбектену керек деп айтылып тұр. Адам кім болғысы келсе, ол сияқты болу қиын. Мен ондай бола алмаймын деп бірден берілмей, соған барынша ұқсауға талпынып, алға қарай ұмтылып жүру керек делінген. 9-ші тапсырма: Абайдың қара сөздерінен қандай үлгі алдыңыз? Абайдың қара сөздері адамға тәрбие, білім беріп жақсы жаққа өзгертеді. Абайдың қара сөздері адамға ой салатын керемет айтылған сөздер. Абай қара сөздері ақ пен қараны ажырата білуге үйретеді. Жалпы Абайдың қара сөздерінен жақсы адам болып қалыптасуға арналған үлгі-өнеге алдым. Абай атамыздың қара сөздері өшпес қазынадай. Абайдың қара сөздерінен адамның асыл қасиеттерін бойымызға сіңіруге, жаман қасиеттерден арылуға үлгі алдым. 10-ші тапсырма: дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дегенді қалай түсінесіз? Мен дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз деген сөзді адам білімді болса, оған мал да, дүние де табылады деп түсінемін. Адам білімді болып, ғылымға көңіл бөлуі керек. Егер адам білімді болса, білімнің арқасында барлық нәрсеге қол жеткізуге болады. Білім таусылмас байлық, білімі бар адамға дүниеде мал да табылады. Соңғы 11-ші тапсырма: Абайдың жастарды оқу білімге шақыруы қазіргі заманда өзекті ме? Ақынның шығармаларын талдай отырып, өз ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. Шынында Абайдың шығармалары халықтың рухани қазынасы, тәлім-тәрбие өзегі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге деген жолдарының өзінде ақ оқу білімге ынтығу керектігі айтылады. Абайдың шығармаларында жастарды оқу білімге шақыруы қазірде өзекті деп ойлаймын. Тіпті қай уақытта да өзектілігін жоғалтпайды деп білемін. Қазіргі уақытта адамдар сол уақыттағыдай надан емес. Бірақ ондай надан болмағанымен Абайдың шығармалары қазіргі заманда жастарды білімге шақыруда өте маңызды. Абай өзінің шығармаларында жастарды оқу білімге шақырады. Абай шығармалары білімге толы болғандықтан, оның шығармалары қазіргі заманда өзекті. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.